құрметті оқырман, әңгіме мұнасасын лайк басып, өз пікіріңізді қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіз. Ал мен бастайын. Қазіргі заманда қыздар сүйікті сусынын өздері сатып ала алады және тіпті басқа елге саяхаттап келе алады. Десе де әрбір әйелінен адал әрі жомарт ер адамды көргісі келеді. Ер адамның сараң екен қандай белгілерден білуге болады? Өзіне ақша қимайды. Егер ер адам өзіне ақша қимаса, гардеробын көп жыл бойы жаңартпаса, дәрігерлерге демалысқа дәмді тамақтан және аса қажетті заттардан үнемдесе, бұл оның сараңдығын көрсетуі мүмкін. Әрине, ол қандай да бір қиындыққа ұшыраған болуы да мүмкін. Бірақ егер оның қаржылық жағдайы жақсы бола тұра, ол үнемі сапалы киімге, жақсы тамаққа немесе жайлы пәтерге ақша құртқысы келмесе, бұл оның сараңдығын көрсетуі әбден мүмкін. Үнемі қымбат бұл ақшаны бекерге құрту деген сөздер айтылады. Ол айналада бәрі қымбаттап жатқан және туыстары мен достарының ақшаны дұрыс жұмсайтындарын жиі айтады. Ақшасы жоқ ер адамды ғана сараң деп айтуға келмейді. Кей ер адамдар қомақты ақшамен өзін жақсы сезінеді, сондықтан көбіне оны жұмсаудың амалдарын жасауы әбден мүмкін. Сыйлық бермейді. Әрине, барлық ер адамда бірдей өзінің сүйіктісіне қайта-қайта сыйлық жасауға мүмкіндік жоқ. Алайда кез келген әйелге ер адамның назары маңызды. Егер ер адам сүйіктісінің туған күніне, естелік күндерді және отбасылық мерекелерді осы сый жасауға немесе жағымды сыйлық алуға ақша құртқысы келмесе, ол оның сараңдығын көрсетуі әбден мүмкін. Егер серігіңіз сыйлыққа ақша жұмсаудың мәні жоқ деп ойлайтын ашық айтса, сіз үшін сыйлық алудың маңыздылығын түсіндіріңіз. Күйеуім неге сыйлық бермейді деген сіздің уақытыңыз бен ресурсыңыздың пайдаланып үнемдегісі келеді. Сараң ер адамдар әдетте ең қажетті тұрмыстық заттардың өзінің үнемдегісі келеді. Мысалы, ол сіздің уақытыңыз бен күшіңізді аз жұмсауға көмектесетін тұрмыстық заттарды сатып алудың қажеті жоқ деп ойлап, оның орнына өзіңіз жасай беруіңізді сұрайды. Өз ақшаңызды қалай жұмсағаныңызға сөгіс айтады. Сараң ер адам сіздің өз еңбегіңізбен тапқан ақшаңызды жұмсағаныңыз үшін сөгіс айтады. Ол өзінің назарлығын жиі былай түсіндіреді: сенің шығының өзін ақтамайды, немесе сені сатып алған өнім зат немесе курстың пайдасы жоқ. Мұндай жағдайда сіз сатып алған заттар жүйелі түрде жанжалдың себебіне айналады. Ал сіз қалай ойлайсыз, құрметті оқырман?